Сәлем достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Біз бүгін осы біздің ауылымызда Майнкрафт ойынында ауылымызды таныстыратын боламыз. Бірақ достар, кешетінде өте қызық және өте қорқынышты оқиға болды. Оны білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал осы жерде біздің екі адамға арналған екеуміздің үйіміз бар. Осындай дәу. Ал мына да кішігірім фонтан. Және де оның қасында мынандай айналып отыратын качеля бар. Ал осы жерде ағаштан жасалған, біз осы жерге жаздың күні жылы кезде отырамыз, демаламыз. Ал үйдің ішіне кіретін болсақ, бұның оң жағында менің бөлмем бар. Ақ қара кілем, төсек, жарық, сандық, кітаптар бар. Ал сол жағында менің бөлмем, бұл жерде киімім бар. Бұл жерде жарық, төсек, бұл жерде кілем бар. Және біздің екеуінде де балкондар бар. Бұл жерден біз аулаға шығып қараймыз, демаламыз. Фонтанды қараймыз, осы ауаға қарап тұрамыз. Ал төменгі қабатқа түсетін болсақ, сол жағында ас үй бар. Біз бұл жерде тамақ пісіреміз, басқа заттар жасаймыз. Оның жағында бұл жерде телевизор бар, отырып көретін. Жәледе айтқан қорқынышты оқиғамыз қазір айтамыз достар. Ол бірақ өте қорқынышты, сіздерге ұнауы керек. Біз бүгінгі бөлімде бүкіл ауылды таныстырмаймыз, біздің ауыл өте үлкен. Оны келесі бөлімде де таныстырамыз. Ол үшін лайк басып қойыңыздар. Біздің міне мал шаруашылығымен де айналысамыз. Тауығымыз, сиырымыз, қойымыз бар. Мына Жәлел мен айтқан қорқынышты оқиға осы. Түнде Енұр далада серуендеп жүрген кезінде бір осындай дауыс шығады. Бұл қойларға қарап келсе, осындай бір қорқынышты жануар пайда болыпты. Және осындай бастар пайда болған, блоктар. Біз бұны қалай пайда болғанын білмейміз. Енұр үйге жүгіріп келіп мені оятты. Мен өте қатты қорықтым. Өйткені мен бұны естімегенмін. Бұны анықтау үшін келесі серияда бұны анықтаймыз. Оны көру үшін тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.